бизнес жасайын, бизнес саласына келем деген оймен сол ақшаларымыз бәрін жоғалтып, стрессқа түстім. Жалпы айтқан кезде 8 миллион теңгедей ақшаны қысқа мерзімнің ішінде жоғалтып алдық. Тендер арқылы менің өмірімде үлкен өзгерістер болды. Енді алдағы уақытта да тендер саласында жұмыс жасаймыз деген ойдамыз. Басқа жоспарларымыз жоқ қазіргі таңда. Негізгі менің өзім мамандығым әскери қызметші, военный адаммын. Званием старший лейтенант. Өмірімнің 6 жылы казармада өтті, оқыдық. Одан кейін Қазақстанның әртүрлі қалаларында қызмет атқардық. Жалпы айтқан кезде 10 жыл уақытым әскери саласында өтті. Енді сол саладан өзіміз жұмыс жасамайын деп арыз жазып шығып кеттім сол жұмыстан. Кейіннен бизнес жасайын, бизнес саласына келем деген оймен шықтық негізінде. Бірақ та енді білімсіздіктің арқасында біз деген қателіктер жіберіп қойдық. Жалпы айтқан кезде қаржы пирамидалар, финансовый пирамидаларға ақша салып, білетін боларсыздар, Гарант Ломбард, Финика деген секілді компанияларға ақша салып, машинамызды салып жібердік, кредит алып ақша салып, сол ақшаларымыз бәрін жоғалтып, стрессқа түстім. Жалпы айтқан кезде 8 миллион теңгедей ақшаны қысқа мерзімнің ішінде жоғалтып алдық. Бұл жеке өзімнің шығыным. Үлкен қатты стрессқа түстім. Өзімше военныйдан кетіп бизнес жасайын деген кезде мұндай тығырыққа тіреліп, жағдай қиындап кеткен кезде өзің қоярға жер таппай, еще мынау адамдардың айтқан сөзі, өсек, оның бәрі одан энергиям кетіп, оның бәрі әсер етті да маған. Кейіннен енді шығатын жер іздеп, шешімін іздеп, енді вахтаға кеткім келді жұмысқа, вахтада жұмыс жасайын деп, көбісінің ақылы сол болды, вахтаға бар, жұмыс жаса деп. Енді амалсыздан енді тұрғым келді жұмысқа, бірақ та ол жерге де алмай қойды. Көп таныстарыма да, туыстарыма да звондадым, жасап жүргендерге көмектесіп жүріңдер деп. Ешқандай енді кіре алмадық жұмысқа. Амалы жоқ, енді өмір сүру керек, отбасы асырау керек. Енді әрі қарай әрекет жасау керек. Сосын қарбыз саттық. Оптовиктерден қарбыз аламыз, розницаға әкеліп сатамыз, жолдың бойында, жаңағы базарларда, точкаларда қарбыз саттық. Сөйтіп күнімізді көріп жүрдік. Сөйтіп жүрген кезде бір күні бір досым маған енді өзінің кеңесін айтты, давай бірге тендермен айналысайық деп. Фахриден деген досым. Сол екеуміз тендерді бастадық. 2022 жылы ең алғашқы тендеріміз 4 ақпанда болды. Ұттық А4 бумага, көп тендершілер кірмейтін сала, біз А4 бумаға кіріп ұтып алдық. Содан кейін кетті. 2022 жылдағы жалпы тапқан тендерден тапқан табыстарымның көбісі жаңағы отбасын асырауға және қарыздарым жауға кетті десем болады. Енді ең соңғы қарызды жаңағы 31 желтоқсан күні жауып, жаңа жылға жақсы көңіл күймен өттік. Қазір 23 жыл, өздеріңіз көріп тұрғандай осындай тендер курстарын аштық, командамыз бар, тендер саласында қызмет атқарып жатырмыз, қазір үлкен қомақты тендерлер атып жатырмыз. Енді біраз өзгерістер енгізіп жатыр тендер арқылы. Ары қарай бір жақсы сенімдеріміз бар, пландарымыз, жоспарларымыз бар. Түсінгенім, тек тәуекел жасай білу керек екен, сынбау керек екен, әрбір проблеманың артында бір шешім бар екен. Соны түсіндім. Риск жасай білу керек екен да, тек алға баса беру керек екен, адамның айтқан сөздеріне ештеңеге ермеу керек екен.